Құрметті әріптестер, біз қазір қазақ тілі пәнінен 2024 жылдың шілде-тамыз айында келген нақты сұрақтарды ұсынамыз. Бұл сұрақтар WhatsApp желісінен келген. Сұрақтарды өткен әріптестер ұсынған болатын. Бірінші сұрақ: қысаң дауысты дыбыстар. Бізде бұнда В болады, О және А. Екінші: ауыспалы мағынада жазылған сөздер. Д. Долы теңіз, жылы сөз, жылы жүрек. Үшінші: ау, еу жұрнағы арқылы жасалатын сан есімнің мағыналық түрі. С. Жинақтық сан есім. Төртінші: төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгісіне байланысты қойылатын тыныс белгі. А. Төл сөз, үтір, автор сөз, төл сөз. Бесінші сөйлемде. Сөйлемде қанатты сөзі бар мысал. В. Әрбір адамның бойында күннің нұры бар, тек сол нұрдың жарқырауына мүмкіндік бер. Алтыншы: шақыру одағайы. Күшім, күшім. Жетінші: шылау арқылы байланысқан сөз тіркесі. Телефон арқылы сөйлесті. Талғаулы салалас құрмалас сөйлем. Бұнда бізде Д. Халық санағы не биыл жүргізеді, не келесі жылы жүргізеді. Тоғызыншы: мақсат бағыныңқы сабақтас сөйлем. Жауабы А. Ол өзінің жұмыс істейтін жерін көрсетпек болып, бүгін цехқа жолдасы екеуі келіп еді. 10. Өзі тіркескен сөзден бөлек жазылатын сұраулы сөйлем жасаудың бір жолы болып табылатын шылау. В. Маме. 11. Менің атым Қожа шығармасындағы петкеңестің соңында Майқанованың айтқан сөзі. Бұнда бізде С. Түбінде адам болатын бала. 12. Доспанбет жырау толғауларындағы батырдың сенімді серігі. Жауабы А. Тұлпары. 13. Абайдың 7-ші қара сөзіне сәйкес келетін қатар. В. Тәннен жан артық еді, тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. 14. Сұлтанмахмұт Торайғыровтан қалған мұра біздің ұлттық әдебиетіміздің жаңа кезеңінің 20 ғасырдың басындағы дәуірдің шындығын, қоғамдық ой-пікірдің дамуын түсінуіміз үшін аса маңызды. Кімнің сөзі? Бұнда бізде Серік Қирабаев. 15. Менің ерекенімді көргенсің, әуелден бірге жүргенсің, дегенімді қылғансың. Үзіндідегі автордың қасиеті. Есім хан алдындағы абырой мен беделі, яғни В болады. 16. 200 томдық дүние жүзі әдебиетіне енген Мұхтар Әуезовтың шығармасы. С. Көксерек. Қыз анадан көрмейінше үлгі алмас, ол әкеден көрмейінше өнеге алмас. 17. Бұл бізде В. Ирония болады. 18. Бауыржан Момышұлының Ұшқан ұя повесіндегі қамтылған уақыт. Бұнда бізде А, яғни кеңес өкіметі қалыптасуының алғашқы жылдарында. 19. Жүніс Сахиевтің Дабыл шығармасының жанры. Д. Фантастикалық. 20 сұрақ: Айтматовтың алғашқы ұстаз шығармасының өмір шындығын танытатын жағдайдағы қатары. 20. Бізде бұл А. Дүйсен қара таниды, көп оқымаған, әліппесі де жоқ, бірақ соған қарамастан ұстаз болады. Ленин туралы әңгіме көп айтады. 21. Мәтін беріледі. Ауа райына байланысты. Сұрағы: етістік туынды, сын есім, жұрнағы, зат есім тудырушы жұрнақ. Яғни бұның жауабы тапқырлығына. 22. Табиғат сөзіне синоним. Тіршілік. Мәтінге сай келмейтін қатар. Жаңағы жоғарыдағы берілген мәтінге байланысты ауа райын болжайтын институттар ашқан, яғни мәтін ол жерде толығымен берілетін болады. 24. Мәтін мазмұны арқылы білеміз. Қазақ табиғатқа етене жақын. Тәуелдік жалғаулы сөз, халқымыздың. 26. Бүгін санамызды шапақтап уралап ауылдың шетіндегі ат қораға қарай жүгірдік. Арт жағы аласа. Тас қораның үстінде тырмыса шығып алдық та сол күні ғана Қараойдан әкелінген көк жауқазын шөпті үңгіп жіберіп отыра кеттік. Құрғақ шөптің танауды жарған хош иісі мас қылғандай тұла бойды шымырлатады.
шетімізден пысқырынып мұндай рахат дүние тапқанымызға мәз-майрам боп, бір-бірімізді итере қап, шөпке аунатып сықылықтай күлісіп, жұмсақ шөпке тығыла түсеміз. Бәріміз алақотан жайғасқаннан кейін ортамыздағы аян тісінің арасынан сызылта шырт дегізіп түкіріп қойып, көтеріле түсіп, астына шөп жұмарлап, басқамыздан орнын биікке ұғып отырды. Онан соң қабағын шытып, ойға батқан күйде төмендегі үңірейе қарауытып жатқан терең құзға көз жіберді. Біз де еріксіз енді солай қарай жалтақтадық. Дөңгелене отыру сөзінің мәтіндегі баламасы. Жауап Д. Алақотан жайғасу. 27. Үзіндіге сай қатар. Сайын Мұратбеков, жусан иісі. 28. Эпитетке сай қатар. Терең құз. 29. Тұңғиық шыңырау сөзіне мағыналас, терең құз. Ауыл балаларының аянның жанынан шықпауы. Жауап аянның ертегілерін тыңдау үшін. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен аттестация сұрақтары 2-ші нұсқа. Ілгерінді ықпал сөздер. Адамға, мектепке, гүлді. Мықты сөзінің синонимі. Қарулы. Жинақтық сан есімнің жұрнағы. Ау, еу. Төл сөзді төлеу сөзге айналдыру жолдары. Негізгі өзгеріс төл сөздің тұрлаулы мүшелерінен болады. 5. Төл сөз, автор сөзі. Төл сөз. Осы бойынша автор сөзінің екі жағынан келінетін тыныс белгі. Жауап үтір және сызықша. Іс-әрекеттің болу-болмауын білдіретін етістіктің формасы. Ашық рай. 7. Қабыса байланысып тұрған тіркес. Мөлдір су. Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемнің бірінші бөлігінің ара жігіне қойылатын тыныс белгі. Сызықша және қос нүкте. Бүкіл ауыл көңілденіп, думанды болып қалды. Берілген сабақтас құрмалас сөйлемнің түрі. Жауап қимыл сын бағыныңқылы. 10. Ғылыми стильдің негізгі сапалық белгілеріне сай емес. Жауап білімділік. Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас, ақтан жас» өлеңінің жанры. Жауап толғау. 12. Аяз би ертегісінің мазмұны арқылы көз жеткізуге болатын мәселе. Ақылды адамның жерде қалмайтыны. 13. Абайдың бірінші сөзінде көтерілген мәселе. Жауап өмірлік ісін табу. 14. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Шығамын тірі болсам адам болып өлеңінің мазмұнының өзегі». Жауап нақты мақсат қою. 15. Еңсегей бойлы ересім толғауы. Тілеуберді құлыңдай, тілеуберді құлыңмен емес, мұның ханым жөн емес. Жауап аллитерация, эпифора. 16. Көксерек шығармасындағы көтерілген мәселе. Адам мен табиғат арасындағы қайшылық. 17. 12 ғасырдың жәдігерлеріне жататын түркі халықтарына ортақ туынды. Жауап диуани хикмет. 18. Мұрат Мөңкеұлының Сарыарқа өлеңіндегі орыстардың әуелгі алған қонысы. Жауап еділ. 19. Яссауидің бүгінгі ұрпаққа жеткен көлемді шығармасы. Диуани хикмет. Мұхтар Мағауиннің Шақан шері шығармасының шиеленісуі. Кек қуған шақан. 21. Халықаралық Астана әуежайы. Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы Астана орталығынан 14 км қашықтықта орналасқан. Әуежай өз тарихын 1931 жылдан бері бастайды. Сол жылы бірінші әуе алаңы құрылып, 1948 жылдан бастап ауыр ұшақтарды қабылдай алатын болды. 1956 жылдан бастап әуежай тәулік бойы жұмыс істей бастады. Астана қаласының бас жоспары бойынша 2030 жылға дейін күніне 1200 адам, жылына 7 миллион жолаушыға қызмет көрсететін, жалпы аумағы 1000 шаршы метр тағы бір халықаралық әуежай салынады. Әуежай шамамен қаладан 35 шақырым қашықтықта орналасады. Оның құрылысы Көкшетау тас жолы бойындағы Шортанды не Қарағанды тас жолында орналасқан Аршалы аймағында бой көтереді. Қазіргі әуежай ішкі бағыттармен жұмыс істеуге көшетін болса, жаңа әуежай халықаралық бағыттарға қызмет көрсететін болады. Бірінші азат жолдағы күрделі сан есімдер саны. Жауап төртеу. Сәйкес келмейтін сөйлем. Ол Астана орталығынан 12 км қашықтықта орналасқан. 23. Оның құрылысы Көкшетау тас жолы бойында орналасқан. Біріккен сөздер. Көкшетау тас жолы. 24. Стиль түрі. Полистистикалық. 25. Мәтіндегі қарамен берілген сөйлем түрі.
Қазіргі әуежай ішкі бағыттармен жұмыс істеуге көшетін болса, жаңа әуежай халықаралық бағыттарға қызмет көрсететін болады. Жауап: сабақтас құрмалас сөйлем. Оңайлықпен қазаққа асуды қырғыз бермеді. Әр жерлерден құралып қырғыздың қолы кернеді. 5-ге дейін атысып қазақтың әлі келмеді. Қара балта соқылық аңғарынан ұшаң асты. Қырғыз қазақ екі жар ескі жолға таласты. Сол уақытта хан кене амалынан адасты. Қырғызды айдап шыға алмай, батырлар сонда бір састы. 5 сөзінің мағынасы. Жауап: түс ауып күн ұясына отырғанға дейінгі уақыт. Үзіндіге тән нұсқа. Жауап: Нысанбай жырау, Кенесары Наурызбай. 28. Әскер сөзінің мәтіндегі баламасы. Жауап: қол. Хан кененің амалынан адасуы. Жауап: қырғыз әскерінің күшеюі көбеюінен. 30 сұрақ. Жырда суреттелетін тарихи оқиға. Жауап: ұлт азаттық көтеріліс. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен аттестация сұрақтарының 3-ші нұсқасы. 1-ші сұрақ. Жатыс септік тұлғасында есімшеден болған шартты бағыныңқылы сабақтас. Жауап: театрға кешікпей барғаныңда қойылымға үлгерер едің. 2. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Жауап: антонимдер. 3. Төрт түлік малға қатысты қолданылатын одағай. Шақыру одағайы. Төл сөздің баяндаушы есім сөздерінен не тұйық етістіктен болса, төлеу сөзге жалғанатын етістік. Жауап: екенін. 5. Тарихи сөздер қатары. Уәзір, найза, колхоз. Мақсат үстеу. Жорта, әдейі, қасақана. 7-ші сұрақ. Қосымша арқылы байланысқан сөздер. Бала мен бірге, үйге қарай. 8-ші сұрақ. Талғаулы салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулықтары. Не, немесе, яки болмаса. 9. Білмегенін білсем деп оқушылар ынтығар. Берілген сабақтас құрмалас сөйлемнің түрі. Мақсат бағыныңқылы сабақтас. 10. Сөздер мен сөйлемдерді байланыстырғанда үтір қойылмайтыншылау. Мен, бен, пен. 11. Лагерге жолдама. Біз лагерге баратын болдық, ал сен көшедегі иттерді тәртіпке салуға ауылда қаласың. Кімнің сөзі? Жантас. Оқ қылқандай шаншылса, қан жусандай егілсе, аққан судай төгілсе, бетегелі сарыарқаның бойында соғысып өлген өкінбес. Көркемдеуіш құрал. Жауап: теңеу. 13. 31-ші қара сөзіндегі естіген нәрсені ұмытпастыққа 3-ші себеп. А. Сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Сұлтанмахмұт Торайғыров шәкірт ойы өлеңіне қатар келетін. Жауап: бұндағы мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. 15. Жиенбеттің Есім ханмен достық қарым-қатынасының ұзаққа бармауының себебі. Жауап: Есім ханның озбыр, жөн-жосықсыз әрекеттеріне қарсы шығуы. 16. Көксерек пен аққасқаны ажыратқан кім? Жауап: Қасен нағашы. Ахмет Яссауидің даналық кітабындағы дәруіштер дұғасының шипасы жоқ, тым болмаса үстінде лыпасы жоқ, құнарсыз қу тақырдай бұтасы жоқ, бұл не деген замана болды достар? Көркемдеуіш құрал. Жауап: қайталау. 18. Мұрат Мөңкеұлының үш құян толғауына негіз болған. Жауап: Еділдің бойы, Жайықтың бойы, Маңғыстау бойы. 19. Махамбет Өтемісұлының мен едім, Исатайдың барында ақынның сипаты. Жауап: екі тарлан бөредім. Әбікенұлының пәтер іздеп жүредік әңгімесіндегі көтерілген мәселе. Жауап: әлеуметтік мәселе. 21. Бірінші мәтін. Әжесі мен немересі туралы. Әжем менімен кішкене күнімен сырлас. Екеуміз оңаша қалғанымызда өткен кеткенін айтып, ерінен жастай жесір қалып, 3 ұл бір қызды қалай адам қып өсіргенін әңгімелейтін. Мен әжемнің көрген бейнетіне, кереметтей төзімділігіне жаным аши отырып сүйсінемін. Сондайда қолымнан келсе әжемді үлдемен бүлдеге орап тырп еткізбестен төрге 4 қабат көрпенің үстіне отырғызып қойсам деп арман етуші едім. Менің осы ойымды жақсы ұғатын әжем. Қозым, сенің осы айтқаныңның өзі-ақ маған үлдемен бүлде емес пе? Айналдым сеннен. Басқа күшіктер тегіс жиналып бір төбе болғанда, сен өзің бір төбе емессің бе маған? Деп еміренетін. Баланың жақсы ұғады. Кім? Жауап: әжесі. Баланың арманы. Әжесіне құрмет көрсету. 23. Басқасы тегіс жиналып бір төбе болғанда, сенің өзің бір төбе, түйген ой, ерекше көретін. 24. Стиль түрі. Көркем әдебиет стилі. 25. Мәтіндегі қаратпа сөз қатары біреу. 26. Екінші мәтін. Қабанбай Бауыр әңгімесінен.
Тығыз қара шашы ұсақ-ұсақ, бұйра, қол-аяғы таралып қалған, кең иықты болмаса да ешкімнен қарызға жауырын сұрай қоймайтын кішірек көзді ақсыр бала, дұрысы бозбала, сыртқа серпіндей басып шыға келгенде манап орнынан ұшып тұрды. Соның нақ өзі, Төрекелді тұяғының сынығы. Қол созып мына баланы көрініп тұрған қай жерін ұстаңыз. Әкесі Сымбаттың өзімен бірге жер астына ала кеткен нышан белгілері. Жайшылықта қой аузынан шөп алмайтын жуас момын, ал жиын тойда шетінен түйе балуан атанған, додаға түссе көкпардан көкпарды қақшыл қоймайтын Төрекелдиевтер тұқымы. Кешегі қанды соғыста Сымбаттан өзгесі баудай түсіп, Манаппен мына қара құлақ қали баладан басқа тігерге тұяқ қалмаған Төрекелдиевтер үйлерінің кенже құлыншағы. Шығарманың аты мен авторы Марат Қабанбай Бауыр. 27. Үзіндідегі көркемдік тәсіл. Портрет. Үзіндідегі көркемдік тәсіл. Портрет. Үзіндідегі кейіпкер. Қали, бұндағы жаңа бейнелеп атқан адам. Кейіпкердің тұратын жері, балалар үйі. 30. Төрекелді тұяғының сынығы мағынаға сәйкес қатар, ұрпағы. Назарларыңызға рахмет, баршаңызға сәттілік тілеймін. Дәл осы арнада барлық пәннен аттестация сұрақтары бар. Сондай-ақ аттестация сұрақтарын, нақты келген сұрақтарды ғана видео етіп түсіруге тырысамыз. Басқа да нұсқаларды осы каналдан таба аласыздар. Рахмет. Каналға жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар.